Ал егер мен өзім қазір жер қатынастарын қойып, осының бәрін зерттесем, анықтасам, мынау сұрағыңызды қойыңыз енді. Микрофонын тағы да қосыңыз, депутат Базарбектің. Енді сұрағыңызға рахмет деп айтпайын, орынды сұрақ, бірақ сұрағымды қатты айтайын десем, наурыз кеп тұр, наурызда енді қатты айтуға болмайды негізінде. Ал біздегі жағдай қалай? Қазақта ғылым теңіз, білім қайық деген қанатты сөз бар. Бірақ біздегі бүгінгі байламмен қарасақ, теңізіміз тартылып, қайығымыз қайранға шығып қалды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті, прокуратура, антикор, АФМ-нің барлығының қосылғанда тергеп тексеретін қылмыстық қудалаушылықпен айналысатын істері 4%-ға да жетпейді. Мәжілістің жалпы отырысын ашық деп жариялаймын. Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының ішкі істер министрі Саденов Ержан Сапарбекұлына беріледі. Қайырлы таң, құрметті Ерлан Жақанұлы, құрметті депутаттар. Назарларыңызға мемлекет басшысының тапсырмасымен әзірленген адам саудасына қарсы іс-қимыл туралы заң жобасын ұсынамыз. Жоба ұлттық заңнаманы халықаралық стандарттарға және Біріккен ұлттар ұйымының Палермо хаттамасын сәйкестендіруге бағытталған. Заң жобасымен адам саудасының құрбаны, адам саудасының ықтимал құрбаны, осал жағдай және адам саудасына қарсы іс-қимыл субъектілері сияқты бағыттар жаңа ұғымдар енгізіледі. Бұл заң жобасының ерекшелігі осы саладағы кешенді және жүйелі профилактикалы тетіктерін қалыптасуы. Жалпы заң жобасы 4 негізгі бағытты қамтиды. Біріншісі серіктестік. Осы саладағы адам саудасына қарсы іс-қимыл барлық субъектілерінің өзара әрекеттесу қағидаттарын реттеді. Нәтижесінде уәкілетті және мемлекеттік органдар, әкімдіктер, үкіметтік емес ұйымдар, жұмысқа тұрғызу агенттіктері, туристік фирмалар және шетелдік құзыретті органдар адам саудасына қатысты қылмыстардың алдын алу бойынша кешенді жұмысты бірге атқаратын болады. Екінші бағыт ол профилактика, яғни қылмыстардың себептері мен жағдайларын анықтап, оларды жою шараларын қабылдау. Ол үшін заң жобасына адам саудасы тәуекелдерінің зерделеу және оларға баға беру, таралу масштабы мен себептерін талдау, алдын алу шараларын әзірлеу және құрбандарға көмек көрсету мақсатында оларды тиісті органдарға қайта жолдау тәртібі көзделген. Құрметті депутаттар, заңды қабылдау өзекті проблеманы кешенді түрде шешуге және адам саудасына қарсы іс-қимыл жүйесінің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді деп есептейміз. Қолдауларыңызды сұраймыз. Назарларыңызға рахмет. Құрметті Ержан Сапарбекұлы, мынау сұрағымды қатты айтайын десем, наурыз кеп тұр, наурызда енді қатты айтуға болмайды негізінде. Бірақ та мәселе өте өзекті. Мынау заң жобасында интернет желісі арқылы жезөкшелікпен айналысуға арналған притондарды ұйымдастыру немесе ұстау үшін қылмыстық жауапкершілік көзделген. Қазір әртүрлі сайттарда жыныстық қызмет көрсету, адам ағзалары мен тіндерін сатып алу, сату, сондай-ақ балаларды заңсыз асырап алуға беру туралы жарнамаларды көруге болады. Заманауи технологияларды ескере отырып, мұндай чаттар шетелде де бізде де ашылады. Мұнда республика азаматтары және шетелдіктер ұйымдастырушылар бола алады. Осыған байланысты мен бірнеше сұрағым бар. Кезектесем, құжатым бар қолымда. Осындай хабарландыруды, бақылауды қашан қолға аласыздар? Мысалы айталық. Ол жалпы сұрақ. Мұндай жабық топтар қалай анықталады? Егер олар шетелде болса, осындай чаттарды ұйымдастырушылар қалай жауапқа тартылады? Мынау заң жобаңызды қарасам, өте әлсіз заң жоба, механизмдері аз. Мынау қарастырылып отқан заң жобасында осындай әрекеттер жарнамалауға тыйым салу механизмдерін байқап отқан жоқпын. Және ең соңғы сұрақ, мынау мен қолымда сіздің орынбасарыңыздың жауабы.
Лепеха деген орынбасарыңыздың жауабы. Бұл орынбасарыңыз мен бұрын бірнеше сұрақ қойдым. Мынау жезөкшелік притондардың үстінен қарап отыратын полиция қызметкерлер деген позициямды әлде ұстанып отырмын. Мен сізден осыдан бір жыл бұрын нақты сұрақ қойдым. Қанша полиция қызметкерлері жауапқа тартылды? Бар болған 23 жылы 5-ақ қана полиция қызметкері жауапқа тартылыпты. Ал егер мен өзім қазір жер қатынастарын қойып, осының бәрін зерттесем, анықтасам, мынау Сұрағыңызды қойыңыз енді. Микрофонын тағы да қосыңыз, депутат Базарбектің. Егер мен өзім осы іске кірісіп, мына ақпараттың бәрін жоққа шығарсам, бұл ақпарат жалған болып шығады ғой сіздің маған берген ақпаратыңыз. Осы сұраққа жауап беріңізші маған. Енді сұрағыңызға рахмет деп айтпайын, орынды сұрақ, бірақ жалпы жаңа айттық қой, 309 баптың жаңа статьяның 2-ші бөлігі деп. Ол жалпы осы интернет ресурстар бойынша қараймыз. Жалпы бүгінгі күнде қандай жұмыстар жүріп жатыр? Кибернадзор деген программа бар. Сол бойынша біз осыны анықтаған сәтте осыған тосқауыл қоямыз. Бүгінгі күнде жалпы бәрі осы қылмыстық әрекеттері бар. Жаңа осындай жарнама, осындай енді реклама дейміз, осындай болған. Біз 6000-нан астам жаңа осы тосқауыл қойдық. Оның ішінде біздің сұраққа қатысы бар. Қазір жобаны қарап жатырмыз ғой. Осыған қатысты 620. Енді бұл жұмысты арада жүргіземіз. Өкінішке орай өзіңіз жаңа сұрағыңызды айтып кеттіңіз. Бұл өкінішке орай бұның жаңа администратордары, жетекшілері ол шетелде отырады көбінесе. Біз енді жалпы мынау оказание правовой помощи дейді жалпы. Біз енді дүние жүзінің орынды ішінде мүшесіміз. 47-тен астам бүгінде тағы да басқа мемлекеттермен осындай жаңа келісім шарт деген секілді сондайға қол қойып жатырмыз. Біз анықтаған кезде одарға, конечно, сұраныстар жібереміз. Жалпы бұл жұмыс біздің күнделікті бақылауымызда, бұл жұмысты ары қарай да ұйымдастыратын боламыз. Енді заман орында тұрған жоқ. Мынау цифрландыру, жалпы цифровизация дейміз. Оның ішінде жаңағы цифрлыққа қатысты қылмыстардың тәсілі де басқасы өзгеріп келеді. Соң заманауи бізде қазір киберпол дейміз, өзіміздің ішінде осындай мәселелермен етіп жатырмыз. Енді жаңағы сұрағыңыз бойынша енді менің орынбасарым сізге жауап берген жауап бойынша енді 4 деген ол нақты фактілер шығар. Енді өкінішке орай ондай фактілер бар. Біздің ішкі істер министрінің саласында бір емес үлкен департамент бар, өзімдік қауіпсіздік департаменті. Сол департамент осы жұмыстармен айланысады. Өкінішке орай ондай фактілер бар. Мен ойлаймын, олар сатқындар. Біз олармен көп сөйлеспейміз, оны анықтап, жаңа қылмыстық жауапкершілік, оны дәлелденбей жатса, онда жұмыстан жаңағы айтамыз ғой, теріс сипатпен жұмыстан шығарылады. Енді жаңа 4 фактіден мен оны барға соң қарайын, қандай мәлімет берген екен. Жалпы сізбен, өзіңізбен жеке осы сұрақ бойынша сұхбаттасып қарайық. Сіздің қандай ұсыныстарыңыз болады қарайық. Жалпы проблема үлкен, дұрыс айтасыз. Рахмет. Болды ма? Қойыңыз, депутат Базарбек. Вы сами верите, что по всей Республике Казахстан за 2023 год было выявлено всего лишь 5 фактов покровительства сотрудникам полиции, проституции и притонов? Я как министр внутренних дел уверен, что 99% сотрудников полиции, они преданы своему делу и присяге. Но здесь моменты такие, много разговоров ходит, я уже сказал. Если есть такие факты, мы и везде, где на сходах, на встрече с общественностью, мы об этом говорим. Но в данном случае, наверное, мой заместитель имел в виду фактаж, то есть доказанное преступление, наверное. Конечно, мы проверяем, мы эту работу проводим. ДСБ, она полномочна проведением оперативно-розыскных мероприятий в отношении сотрудников. Спасибо.
Депутат Құспан Абзал Темірғалиұлы. Рахмет, құрметті төраға. Құрметті Ержан Сапарбекұлы, сізден сұрайын деп едім. Мына жалпы қолданыстағы заңнамаға сәйкес ішкі істер органдарына жүктелген міндет онсыз да аз емес. Салыстырмақ үшін айта кетейін, бізде құқық қорғау органдарына 5 орган жатады. Солардың ішінде, мысалы үшін, ұлттық қауіпсіздік комитеті, прокуратура, антикор, АФМ-нің барлығының қосылғанда тергеп тексеретін қылмыстық қудалаушылықпен айналысатын істері 4%-ға да жетпейді. Қалған 96-97%-ы мынау ішкі істер органдарына жүктелген. Осындай жағдайда сіз қазіргі таңда онсыз да аз емес қызметтеріңіздің қатарына мынадай үлкен ауқымды іс-шараларды алып жатсыз. Бір ғана пунктына тоқтала кетейін. Адам саудасына қарсы іс-қимыл жүйесі. Адам саудасына қарсы іс-қимыл субъектілерінің адам саудасына байланысты қылмыстардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу және тергеп тексеру. Сондай-ақ адам саудасы құрбандарына көмек көрсету дейді. Осы жұмыстарды атқару, қосымша ауыртпалықты алу сізге қосымша штатты ұлғайтуға кеп соқпай ма? Әлде өзіңіздің қызметіңіздегі қызметкерлердің осы күші осыған жеткілікті ме деген жалғыз ғана сұрағым бар. Рахмет. Рахмет. Жалпы енді мынау айттық қой. Бүгінгі заң жобасы ол айтқанда рамочный дейміз ғой, сот. Бұл жерде жаңағы әкімшілік кодексіне тағы да қылмыстық кодексіне біз жаңағы 309 баптың 2-ші бөлігіне кіргізіп отырмыз. Біраз ғана өзгерістер бар. Жалпы бүгінгіне мынау осы бүгінгі заң жобаның қарап отырған төңірегінде бізде бұл жұмысты бүгінде істеп жатырмыз. Осы статьялар бойынша. Жаңа өзіңіз айтқандай. Сол себепте бізде әрине мен ойлаймын, жерде тек қана жауапкершілік қана өседі. Жалпы бүгінгі күнде біз осы жұмыстарды атқарып жатырмыз. Енді статистика бар, оның бәрі белгілі. Жалпы мен ойлаймын, тек қана бір ауыртпашылық болмайды, ол біздің жауапкершілігіміз. Рахмет. Депутат Баққожаев Ана Сахатұлы. Рахмет, Ерлан Жақанұлы. Ауыл партиясы азаматтарын әрқашанда мына қазақтың дәстүрін таптаза күйінде сақтау алаңдатады. Соған байланысты менің министрге сұрағым бар, құрметті Ержан Сапарбекұлы. Мына 90-шы жылдары кеңес үкіметі ыдырағаннан кейін Қазақстанда экономикалық жағдай әрине қиын болды. Сол кезде мына қызды алып қашу деген бір үдеріс пайда болды. Оны жаңағыдай қазақтың дәстүрі деп шатастырды көбісі. Біздің қазақ халқы, өзіңіз білесіз, құда түсіп, жөн жоралғысын дұрыстап орындап, сондай әдемі орындайтын халықпыз біз. Бірақ осы экономикалық жағдайдың қиындығына байланысты 90-шы жылдары болды ондай фактілер. Менің білуімше, қазір мүмкін қателесетін де шығарым. Қазір қызды алып қашу фактілері жоқтың қасы деуге де болады. Себебі еліміз дамыған, жақсы өркениетті елміз, батыс мемлекеттеріне теңесеміз дейміз. Бірақ мына Википедияға қараңызшы. Википедияда қызды ұрлау мәселесінде Қазақстан Эфиопиямен бірдей тұр. Эфиопия қайда, Қазақстан қайда? Соған байланысты менің сұрағым. Біріншіден, қызды алып қашу мәселесі, енді адам ұрлығына да бір қатысы бар ғой. Қызды алып қашу мәселесінің статистикасы қандай? Егер шын мәнінде ол жоққа жақын болатын болса, онда Википедияға ресми түрде жазып, Қазақстанды сол мемлекет қатарынан алып тастауды ұсыныс жасайсыздар ма? Рахмет. Енді сұрақ маңызды, жалпы дұрыс айтасыз. Бүгін 21-ші ғасырда енді біздің жаңа ұлттық құндылықты осылай кейбір осындай енді алып қашса да кезінде тарих бойынша артынан жаңағы іздеу деген секілді біздің енді дәстүрлер бар ғой неше түрлі. Ол комитет отырыстарында бірталай сұрақ болған, осыны талқылағанбыз. Жалпы бүгінгі күнде өкінішке орай бір ол айтпайық, повально деп айтамыз ғой, прямо тіркеліп жатыр көп ондай қылмыстар деп. Ондай фактілер болады, жаңа арызданушы болғанда, былтыр 1-2 факті болған, оның бәрін анықтадық. Жалпы енді бұрындағы секілді емес, қазір біздің халқымыз да өзгеріп келеді. Енді мынау интернет бар, басқа пространство бар. Күнделікті біздің әріптестермен бірге енді басқа салада өздеріңіз де депутаттар әр жаңа площадкада осыны түсіндіру жұмыстарын айтып жатсыздар. Бұл тек қана жаңа қыз ұрлау емес. Қыз ұрлау бұл адам ұрлау ғой, сол статья. Басқа қыз ұрлау деген бізде статья жоқ. Сол себепте ауыр қылмыс санатына жатады.
бұл жаңа енді ЕФОП-мен салыстырған деген мәселені мен бірінші рет естіп отырмын. Бұны талқылап көрейік қазір. Статистика бойынша мен бүгін айтам, сондай көп емес, единичные факты. Сол себепте біз оны әлі түсіндіру жұмыстары ауылда сол жастықпен кейбір істеп қойды. Ана бір-екі факт болған біз зерделеп көргенбіз сол қылмыстық шеңберінде. Сонда енді жаңа ақмақ. Сөз депутат Сәрсенғалиев Нартай Аралбайұлына беріледі. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасының премьер-министрі Олжас Бектеновке. Бүгінгі депутаттық сауалым Қазақстан деген алып мемлекетте қатарынан қалып, ырзығынан қағылып, теңгеден таршылық көрген саланың сөзі. Ол ғылым. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық құрылтайда біз қоғамда білімпаздықты дәріптеуге, білім және ғылым саласын дамытуға баса мән беріп келеміз деді. Рас. Себебі қазір дөңгеленген дүниеде ғылымы дамыған елдер ғана топ жарып, экономикасы қарыштап дамып, қажет десеңіз жаңа технология мен адамзатты айға тасуға тырысып жатыр. Ал біздегі жағдай қалай? Қазақта ғылым теңіз, білім қайық деген қанатты сөз бар. Бірақ біздегі бүгінгі байламмен қарасақ, теңізіміз тартылып, қайығымыз қайранға шығып қалды. Себебі отандық ғылымға бөлінетін қаражат жетім қыздың жүгіндей болып тұр. Әлем келесі кезекте ғылымның қай саласында тыңнан түрен саламыз, қай биікті бағындырамыз деп жүргенде, біз ғылымға ақшаны қайдан табамыз деп түбі тесік қалтамызды түрткілеп отырмыз. Содан кейін елден ақылды бастар кетіп жатыр деп сан соғатынымыз және бар. Ғылымға жауаптылардың жалпы ішкі өнімнің кем дегенде 1% ғылыми зерттеулер мен өндіріске жұмсалса деп жақсауып айтып жүргеніне талай жылдың жүзі болды. Бірақ айтқанның аузы жаман, жылағанның көзі жаман дегендей, ғылым жыл сайын тек бюджетке қол жаюға мәжбүр. Биыл республикалық бюджеттен ғылымды қаржыландыруға 204 миллиард теңге қарастырылған. Бұл сума 2025 жылы 242,6 миллиард теңгеге, 2026 жылы 259,5 миллиард теңгеге жетеді. Бір елдің ғылымын аяққа тұрғызып, дамыту үшін бұл қаржы жеткіліксіз. Дегенмен, онсыз да ішер ас киер киімге жарымай, жұмыссыздықтан қиналып жүрген жұрттың аузынан артық ақшаны жырып алу мүмкін емес. Оған ешкімнің құқығы да жоқ. Бұл мәселені шешудің, онсыз да зіл батпан жүктемесі бар бюджетке артық салмақ салмаудың бір тәсілі бар. Ол талап заңда тайға таңба басқандай жазылған. Яки Қазақстанның жерасты байлығын қалағанынша игеріп, қисапсыз қаржы тауып отырған компаниялар соның 1%-ын ғылымды дамытуға беруі тиіс. Заңда солай көрсетілген. Бар болғаны 1% ғана. Бірақ сол талаптың өзін көкпарға салған алып компаниялар ақырында отандық ғылымды бюджетке мөлейтіп қойды. Ғылым және технологиялар жөніндегі ұлттық кеңестің бірінші отырысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жер қойнауын пайдаланушылардың өндіріске жұмсайтын қаржысының 1%-ын ғылыми зерттеу және тәжірибелік конструкторлық жұмыстарға міндетті инвестиция ретінде құюына айрықша назар аудару қажет. Бұл ретте өндіруші компаниялардың аталған шығындарын орталықтандыруды жалғастыру керек, деді. Алайда қазақтың жеріндегі байлықты барынша қазып отырған жер қойнауын пайдаланушы компаниялардың сол 1% қаржысын ғылымға жолдап жатқан жөнінде ашық ақпарат жоқ. Ғылымның нақты қай саласына қаржылық қолдау көрсетілген туралы да анық дерек жоқ. Жер қойнауын пайдаланушы қай компания, ғылымның қайсы саласына қанша ақша салды деген нақты сұраққа салаға жауапты министрлік өкілдерінің де нақты жауап бере алмағанын осы залда бәріміз көрдік. Қазақтың жеріндегі байлықты білгенінше игеріп, қымбатшылықтан зәрезап болған қазақ халқының ғылымын дамытуға ақшасының 1%-ын қимай, заңды тиісінше орындамай отырған компанияларда қатаң тәртіпке шақыратын кез келді. Осы тұрғыда мынадай ұсыныстар бар. Біріншіден, жер қойнауын пайдаланушы компаниялардың бүгінгі дейін ғылымға нақты қанша қаржы бөлгенін, оның қайда жұмсалғанын қатаң тексеру керек. Екінші, жер қойнауын пайдаланушы компаниялар ғылымға деп бөлген 1% қаражатқа жасалатын ғылыми жобаларға арнайы ашық байқау жариялануы тиіс. Қай жобаның ұтқаны, оған қанша теңге аударылғаны анық көрсетілуі қажет. Үшінші, 1%-ық межені орындамаған компанияларға заңға сәйкес шара қолдану керек. Төртінші, жер қойнауын пайдаланушы компаниялар ғылымға деп бөлген қаржыны орталықтандырудың тетігін іздеу керек. Сол үшін арнайы қор құрып, ғылымды қолдауға арналған қаражаттың барлығы соның қамбасына аударылуы тиіс. Бұл қордың жұмысын тәуелсіз комиссия бақылауы керек. Оның құрамына қоғам белсенділері міндетті түрде кіруі қажет.
Осы депутаттық сауалға заңнамада белгіленген мерзім ішінде жазбаша жауап күтемін. Құрметпен Аманат партиясы фракциясының мүшесі депутат Нартай Сәрсенғалиев. Сөз депутат Сүлейменова Жұлдыз Досбергенқызына беріледі. Рахмет, құрметті Ерлан Жаханұлы. Біздің депутаттық сауал Қазақстан Республикасының премьер-министрі Бектеновке. Құрметті Олжас Абайұлы. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев атырауда өткен 4-ші ұлттық құрылтайда баспана, жұрттың тұрмыс сапасын танытатын тағы бір маңызды көрсеткіш. Биыл 1 наурыздан бастап іске қосылған отау ипотекалық бағдарламасы ел ішінде үлкен сұранысқа ие болып отыр. Бұған қоса ауыл және аудан орталығының тұрғындарына арналған жаңа тұрғын үй бағдарламасын қолға алу керек. Бұл ретте әлеуметтік тұрғыда осал топтағы жандар үшін несие өсімі 7%-дан аспауы қажет деп, баспанамен қамтудың жаңа міндеттерін айқындаған болатын. Сонымен қатар сатып алу құқығымен жалға берілетін баспана санын бірнеше есе көбейтуді де үкіметке тапсырды. Жеңілдетілген жаңа ипотеканы енгізуді және жалға берілетін тұрғын үйдің көптеп салынуын азаматтар күтіп отырғандығы баршамызға белгілі. Осы орайда аманаттық депутаттар мұғалімдер мен дәрігерлер, кіші және орта медицина персоналы, білім саласының қосалқы мамандары, кітапханашылар және мемлекеттік қызметкерлерді осы тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесін қарастыруды ұсынамыз. Мұғалімдер мен дәрігерлер үшін бастапқы жарнасыз сатып алу мүмкіндігі бар арендалық тұрғын үй ипотекалық бағдарламасының енгізілуі қоғамда осы мамандықтардың әлеуметтік қолдауды күшейту жолындағы стратегиялық маңызды қадам болар еді. Бүгінгі күні ипотека беретін екінші деңгейдегі банктер негізінгі шарт ретінде бастапқы төлем ақыны сұрайды. Оның мөлшері 20%-дан жоғары. Көбіне сатып алуға жоспарланған үйдің бағасынан 50%-ын талап етеді. Банктердің сыйақы мөлшерлері қолжетімділік тұрғысынан тіпті бөлек проблема екендігін атап өткен жөн. Біз айтып отырған мамандардың жалақыларының мөлшері қазіргі нарықтағы үйді бірден сатып алу үшін бірнеше жылдар бойы қаражат жинауды қажет етеді. Бұл көп уақытты қажет етеді және қолжетімсіз. Шынайы қарасақ, атаулы санаттағы қызметкерлер тұрақты кірістері бар және соңғы кездері айлық жалақылар тұрақты өсіп келеді. Мемлекетке өз кірістерінің есебінен тиісті салықтарын төлеп тұрған заңға бағынған азаматтар. Олар ипотека арқылы тұрғын үй алған жағдайда ай сайынғы төлемдерді төлеп тұруға қауқары бар мамандар. Олардың мемлекетіміздің халықтың әл-ауқатын арттыруға, тәрбие білімін, денсаулығын жақсартуға жасап жатқан жеке үлестері де зор. Осының бәрін ескере отырып, бұл санаттағы азаматтарға жақын арада бастапқы төлемақысыз арнайы ипотекалық бағдарлама қарастыруды ұсынамыз. Мемлекет басшысы үкіметке бұл мәселені егжей-тегжейлі нақты тапсырған болатын. Қажет болған жағдайда біз аманаттық депутаттар жұмыс тобына кіріп, үкіметпен бірге бұл мәселені түбегейлі қарауға дайынбыз. Өз кезегінде бұл кезек күттірмейтін өзекті мәселе деп білеміз. Құрметпен Аманат партиясы фракциясының депутаттары. Құрметті депутаттар, жуырда ғана ұлттық құрылтайдың кезекті отырысы өтті, өздеріңіз білесіздер. Онда мемлекет басшысы еліміздің рухани, идеологиялық, сонымен қатар халықтың тұрмысын жақсартуға бағытталған әлеуметтік экономикалық бағдарын айқындап берді. Президенттің көтерген келелі мәселелермен сөйлеген сөзін бағдарламалық құжат ретінде қабылдауға болады. Қасым-Жомарт Кемелұлы өзекті проблемаларға тоқталып, оларды шешудің стратегиялық және шұғыл тәсілдерін атап көрсетті. Соның ішінде депутаттарға да бірқатар міндет жүктелді. Біз енді солардың бәрін орындауға жедел кірісуіміз қажет. Бүгінгі депутаттық сауалдар мемлекет басшысының ұлттық құрылтайда сөйлеген сөзіне көрсетілген нағыз қуатты қолдау деп мен ойлаймын. Аталған мәселелер парламенттің ресми мінберінен көтеріліп, нақты іске асырылатын болады. Яғни олардың негізінде парламент бірқатар заң жобасын қабылдауға тиіс. Мәселен, бүгін біз лудоманиямен күресуге бағытталған заң жобасын жұмысқа алдық. Бұл құжат депутаттардың бастамашылығымен әзірленді. Оны осы сессияның аяғына дейін біз қабылдауымыз қажет. Бұл президенттің тікелей тапсырмасы. Соңғы кездері есірткі саудасы өзекті әлеуметтік проблемаға айналуда. Депутаттар осы мәселені шешуге бағытталған жұмыстың бел ортасында жүруге тиіс. Есірткі өндірісімен айналысқан үшін жауапкершілікті күшейтіп, оны аса ауыр қылмыстармен теңестіруіміз қажет. Тағы бір маңызды жайт.
мәжіліс қабырғасында бірнеше рет көтерілген мәселе ол вандализм мәселесі. Оның да кез келген түрі үшін жауаптылықты заңнама деңгейінде қатайту керек. Дін мәселесі де аса өзекті. Осы саланы реттеудің құқықтық негізін дәстүрлі әдет ғұрпымыз бен құндылықтарымызға, зайырлы мемлекет қағидаттарына сүйене отырып қайта қарауымыз қажет. Сонымен қоса археология, мемлекеттік рәміздер мен мемлекеттік наградалар саласындағы заңнаманы жетілдіру жұмысы да бізді күтіп тұр. Мәселен, кейінгі күндері қоғам қызу талқылап жатқан герб мәселесі өзекті болып отыр. Шынтуайтында аталған мәселенің талқыға түсуі қоғамдағы пікір алуандығының нақты көрінісі. Қолданыстағы гербтің бейнесіне байланысты жастар, қоғам белсенділері тарапынан көтерілген ұсынысқа президентіміз құрылтайда өз пікірін білдіріп, ортақ байыпты шешімге келуге шақырды. Мемлекет басшысы осылай герб мәселесін ашық талқылауға шақырып отыр. Бұл ретте жалпы жұртшылықпен бірге мемлекеттік символиканы зерттеп жүрген геральдика саласының кәсіпқой мамандарының ұсыныстары жете талқылануы қажет. Біздің герб сан ғасырлық тарихымызды таңбалайтын, мемлекеттің айбынын асыратын, халқымыздың асқақ рухын айқындайтын, айшықтайтын негізгі символ болуы тиіс. Ең бастысы, еліміздің болашаққа ұмтылысын бейнелейтін бірегей атрибутикасына айналуы тиіс. Бұл әрине қоғам мен арнаулы комиссияның құзыретіндегі мәселе. Әріптестер, президент белгілеп берген бағыт-бағдар бәріңізге түсінікті деп мен ойлаймын. Сондықтан ұлттық құрылтайда көтерілген маңызды мәселелер жөнінде парламенттік тыңдалым өткізуіміз қажет деп мен санаймын. Себебі келелі жиында айтылған нақты ұсыныстарды орындау бойынша мақсат міндеттерімізді бірге айқындауымыз қажет. Құрметті әріптестер, бүгінгі отырысымыз ұлыстың ұлы күні қарсаңында өтіп жатыр. Баршаңызды келе жатқан Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Әз Наурыз елімізге, халқымызға жақсылық, молшылық, әр отбасына, әр шаңыраққа шаттық пен қуаныш әкелсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осымен мәжілістің жалпы отырысын жабық деп жариялаймын. Рахмет сіздерге.